23 май 2025 жыл. 2 күннен кейін менің мектеп біткергеніме тура 3 жыл. Ал ертең болса кезектегі оқушылар мектепті біткереді. Бүгінгі видеомызда мектеп біткеру қандай да бір жарысқа айналып кеткендігі һәмде мектеп біткерушілердің кейінгі өмірде нелер күтіп тұрғаны хақында сөйлесеміз. Не болды, алтын мерседес сөйлессіз бе? Болды, сонымен шығамыз суретке. Болды. Винетке қатысу үшін студияға тап осылай кортеж болып барады. Видеода көргеніңіздей Джентра, Малибу, Мерседес, Роллс-Ройс садағасы кетейін ең зор машиналар. Бірақ бұл понт не үшін? Мектеп дәуірінен қалатығын естелік үшін ба? Яқ. Бүгін бізде 11-ші Б класс ректе жарамыз. Хабарласып тұр, білесің мекен жайымды. Можем потревожить весь ағайынды. Бұның бәршесі Инстаграмда рекке шығу үшін. Һәм онан да бөлек Біз бастауымыз патологын қою керек. Оңыртта бір тақпан жүріс алмай патолог қойдың деп жүрсеңіз керек. Ол патолог емес, главное, скромный болу керек. Бір олсын патолог қойдың деп жүрсіз ба? Онда мынаны көр. тап осылай бір-бірінен жоғары көріну мақсатында патолог үшін кортеж ислеу қаншалықты дұрыс. Бұлай алып қарайтын болсақ, ешкімнен үстін емес, һәмме теңдей. Ал бір жағынан қарайтын болсақ, бәрше оқушылар кортеж үшін, басқа зат үшін пұлды ата-анасынан сұрайды. Қазіргі уақытта кортежге шығатын машиналардың саны аз емес. Джентра, Малибу, Мерседес, Тойота двухсотка, Тахо, Роллс-Ройс. Қалай ойлайсыз? Қайсысы ең қымбатқа шығады? Яқ, Роллс-Ройс емес. Тахо. Өзімізде істеп шығарған ғой. Бір Тахо автомобилі, бір кортеж үшін 3 миллион сомға шығады. Қараң, егер де сіз кортеж жалдайтын болсаңыз, қанша машин һәм қандай машин жалдауыңызға қарап тұрып оның бағасы шығады. Орташа 6 машин деп есепталған күннің өзінде бағасы 1 миллион 800 мың сомнан 4 миллион 800 мың сомға шейін баруы мүмкін. Бұл анық фактілер емес, бірақ осы атырапта болады. Анық сомасы бұнан арзан да болуы мүмкін, бәлкім қымбат. Қарап тұрсаңыз, бұның барлығы бір винетка үшін кетіп атырған шығын. Винетканың өзіне апуай етіп түсіп қоймайды. Фотограф жалдайды, бірнеше локациялар, әртүрлі образлар. Бұл жақсы естелік. Ондан бөлек фотоға түсіп атырған түсіру үшін мобилографлар жалдайды. Мектеп біткеру дәуірі айрым мобилографлар үшін сезон есептелінеді. Дұрыс, винетка жақсы естелік, бірақ кортеж артықша шығын. Қазіргі уақытта 11-ші класслардың жалдап атқан кортежден адамлар тойыны жалдамайды. Себебі ол қып-қызыл шығын, қымбатшылық. Ертең сіздердің жоғары оқу орнына тапсырып атқаныңызда мектеп біткеру дәуірінде қандай кортеж жалдадыңыз деп оқуға қабылдамайды. Һәммесі сіздің біліміңізге байланысты. Ұзаққа кетпейміз. Осыдан 3 жыл алдын мен өзім мектеп біткердім. Һәм сол дәуірде кортеж түгіл біздер әртүрлі локацияға барып винеткаға түсіп едік. Тек қана осы мектебімнің ішінде класстастарым һәмде ұстаздарым менен бірге суретке түстік. Ең жақсы жері естелік өз жұмысын атқарып атырыпты. Һәм біз 25 май күні біткердік. Ала, осы жылғы біткерушілер 25.05.2025 деп біткермейді. Олар 24 май күні соңғы қоңырау кешесін өткереді. Бұның себебі 25 майдың екшембі күніне, яғни қала күнге тура келіп қалуымен тікелей байланысты. Һәм қазіргі уақытта біткерушілерге деген әртүрлі шектеулер бар екендігі айтылмақта. Ал мектеп пешекемге һәм мектеп білімдендіру министрлігінің хабар беруінше, 25 май демалыс күніне тура келіп қалғанлығы мүнәсебетіменен біткерушілер соңғы қоңырау кешесін 24 май күні, яғни шембі күні өткереді. Ондан бөлек министрліктің айтуынша, әр жылғыдай осы жылда біткеру кешесі жоғары кеуіл-кепетті болып өтеді. Тек қана ата-аналар һәмде оқушылардан қауіпсіздік қағидаларына әмел етуі сұралған. 2024 жылғы статистикаға қарайтын болсақ, Өзбекстан бойынша 410 мыңнан астам оқушы мектепті бітірген. Һәм сол жылдың өзінде жоғары оқу орындарына 190 мыңнан астам студент қабыл етілген. Бұл мектеп біткерушілерінің арасынан емес, бәлкім сол жоғары оқу орындарына үжет тапсырған абитуриенттердің арасынан 190 мың адам қабыл етілген. Олардың арасында 2-ші рет, 3-ші рет, бәлкім 4-ші рет тапсырып атқандар болуы мүмкін. Осы жылғы мектеп біткерушілерінде алдында жоғары оқу орындарының тесттері күтіп тұрыпты. Һәммесі өздерінің мақсат еткен, арман еткен оқу орындарына тапсыруына тілектеспен. Һәмде өтіп кетуіне һәммеңізге үміт тілеймін. Менің өзімде
әрекет еттім, жоғары оқу орындарына тапсырдым, һәм кірдім, һәм қазіргі уақытта өз қалауымменен, өз арзанменен жоғары оқу орындарына шығып кеттім. Жоғары оқу орындарына келетін болсақ, ол ұлымы бөлек тема. Ол хақында бөлек видео шығарамыз. Қазіргі біткерушілерді енді алдында нелер күтіп тұрыпты? Бұл сұрауға жауапты беруге мен жас шығамын, бәлкім еле көп затты көрмеген шығармын, бірақ осы 3 жыл давамында жинаған тәжірибемнен келіп айтатын болсам, сіздерді еш зат күтіп тұрған жоқ. Сізді уақыт та күтпейді. Келешекте сізді не күтіп тұрғаны, сіздің қазіргі істеп жатқан әрекетіңізге тікелей байланысты. Сол үшін әрекеттен еш уақытта тоқтамаңыз. Һәм осы жыл біткерушілерге айтарым, алдындағы жоғары оқу орындарына тапсыратын тесттеріңізде үлкен үміт тілеймін, һәм ертеңгі кешеңіз зор болып өтуіне тілектеспен. Қоштаспаймыз. Кейінгі видеоларда көріскенше.